Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге Хиуа хандығы жайлы айтамын. Сонымен кеттік. 1512 және 1920 жылдарда аралығында өмір сүрген орталық Азияда мемлекет өзбек ханы Елбарыстың басшылығымен Шайбан әулетінің бөлінуі негізінде құрылды. Астанасы бастапқы кезде Вазири мен Үргенш қалалары болды. 16 ғасырдың 70 жылдары Астана Хиуа қаласына көшірілді. Елбарыс хан билік еткенде 1512-16 жылдары Хиуа хандығы ұлыстарға бөлініп, олар ханның туыстары басқарды. Алғашқы кезде құрамында Хорезм көшпелі түркімендердің Маңғыстаудағы Деканист пен Үзбая бойындағы аймақтар мен Хорасанның солтүстік бөлігі еді. Елбарыс хан қайтыс болғаннан кейін кезде Хиуа хандығы Сұлтан Қажы хан 1516 жылы, Құсайын Холи хан 1517, Супия хан 1517 және 22 жылдарда, Бүржі хан 1523-26 жылдарда, Абен хан 1527-38 жылдар, Әли хан 38 бен 48 жылдар, Ақтай хан 1547 және 56 жылдар, Жүніс хан 1556-1557, Достық хан 1557-1558, Қажы Мұхаммед хан 59 бен 1602 жылдарда билік жүргізді. Осы билеушілер кезінде Хиуа хандығы өзара тақ тартысын көз ашпады. Бұқар хандығымен де соғыс жүргізді. 1537 жыл және 1593 жылдарда және 1595 жылдарда Бұқар хандығы Хиуа хандығының жойқын жорықтар жасап, қысқа мерзімге болса да өзіне бағындырды. 17 ғасырдың бас кезінде билік еткен Араб Мұхаммед ханның тұсында Хиуа хандығы күшейіп, сыртқы жаулардың, қалмақтардың шапқыншылығынан тойтарыс берді. 1540 жылдың хандықты Иран билеушісі Надир Шах Ашпир басып алды, бірақ ол қайтыс болғаннан кейін хандық қайтадан өз тәуелсіздігін алды. Хиуа хандығы өзара тартыс бұдан кейін қайта жолғасты. Өзара билік таласқан Хиуа шонжарлары билік кезінде қазақ сұлтандары да тақырды. Қайып хан бұл күресте Қоңырат тайпасының билеушісі Ияш Мұхаммед Әли жеңіп шығып, Хиуа Қоңырат әулетінің негізін қалады. 1763 бұл әулет алғашқы өздері тағайындаған хандар арқылы билік жүргізді. Ал 19 ғасырдың бас кезінде өз тайпаластары ел тұрғызды. 1804-1806 жылы таққа отырғызды. Қоңырат әулетінің ірі өкілі Мұхаммед Рахым хан болды. 1806 жылдары 25 жылға дейін ол Хиуа хандығын бір орталыққа біріктірді. Жоңғар кеңес құрып, салық реформасын жүзеге асырды. Мемлекеттік кірісті ұлғайтты. Көршілес ұсақ иеліктерді Арал мен Қарақалпақтағы басқа нығайтып күшейген кез болды. 1714 жылы және 1717 жылы Петр I патша Хиуаға Бектишаев Шерковский басқарған экспедиция аттандырды. Хиуа экспедициясы 19 ғасырдың бас кезінде Хиуа хандығы Арал маңы мен үстіртті мекендегені кіші жүз қазақтарының шабуыл жасаудың үдетті. Хиуа хандығының Қазақстан шапқыншылығы орталық Азия үшін күресте Британия баскелескен Ресей үкіметі 1739 жыл 40 жылдарда Ферсевскийдің басшылығымен Хиуа хандығына қарсы әскери шабуыл ұйымдастырды. Кіші жүз билеген кейбір қазақ әбілеушілер көмегіне қарамастан Ресей империясының бұл әрекеті сәтсіз аяқталды. Бірақ орталық Азия біржолата орнығуға көздеген Ресей отаршылдары Хиуа хандығын үнемі әскер және ақыры 1873 жылы Пакуев бастаған Ресей әскерлері Хиуа хандығын басып алды. 1873 жылы келісім бойынша Хиуа хандығы Әмударияның оң жағалауындағы жерлерде бас тартып егемендігін айырылды. Ресей прокуратуралық айналды. Хиуа хандығы тұтқын халқы өзбек, түркімен, қарақалпақ, қазақтар суармалы егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысып, 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін өздерінің тәуелсіздігін біржола жоғалтты.